гүлдерimiz көпшілік шығатын сияқты ғой. Жылыжай біздің екінші үйіміз. Бұл жерде біз маңдай терімізбен, жан ұямызбен жұмыс жасаймыз. Бұл қызғалдақ гүлдері, көктемнің гүлдері. Бұл әдемілікпен, әсемдікті, мейірімділікпен, сұлулықты бізге үйретеді. Осы бала шағамызбен әйтеуір қосымша жұмысымыз. Өте гүлдерді жақсы көреміз. Гүлдерді әйтеуір әдемі болып, жылда жақсы немен өсет. Соған біз өзіміз қуанып, маңдай терімізбен жұмыс жасап жүрміз. Қызымызды да әйтеуір көзімен көріп өссе, үстіп мейірімділікті біліп өсет деген дейді ғой әйтеуір енді. Бұлай жылатты мынаны. Жылыжай біздің екінші үйіміз. Бұл жерде әкем мен анама көмектесемін. Қалай көмектесесің? Бұлай ма? Иә. Өзің жыл ішкен, көмектесші. Жыла ғой. Қызғалдақ гүлі. Қандай гүл? Қызғалдақ гүлі. Қандай гүл? Өте Қатты жақсы көремін. Саған ұнай ма, ұнамай ма қызғалдақ гүлдер? Ұнайды. Ұнайды ма? Ой. Президент 2025 жылды жұмысшы мамандықтарының жылы деп жариялады. Ұрпағымыз біздің еңбектенгеніміздің ортасында өсіп келеді. Еңбекқорлықпен, әдемілік, қарапайымдылықпен, адалдық, татулықпен табыс, әкесіне деген құрмет, анасына деген сүйіспеншілігін, табиғатқа деген әсемдік, еңбекке деген талпынысты, біздің балдар осыны көріп өскен ұрпағымыздың болашағы зор, мол тұлға болып өсуіне барынша тәрбие беріп жатырмыз деп ойлаймын. Кәні, Хадиша? Давай. Хадиша көмекшіміз.